оқушылар, Астана күніне орай сүйікті қалам Астана тақырыбындағы әдеби кешті бүгін сіздердің назарларыңызға сұнамын. Әр елдің астанасы мемлекеттің алтын бесігі болып табылады. Өйткені ол мемлекеттің бет бейнесі, оның жүрегі. Ал біздің елордамыз Астана күннен күнге қарыштап дамып келеді. Ол болашақтың қаласы, ел тәуелсіздігінің ордасы. Адамзат тарихында Астанасын жаңғыртқан мемлекет аз емес. Ғасырлар бойы бабалар аманатын 4-5 жылда Астанадай қала салып мемлекет болған емес. Әлемдік қауымдастықтың көшіне жеке жаңа керуен болып қосылды. Тәуелсіздіктің айғағында еліміздің белгісіндей алтын күндей елтаңбамызбен көкке қалықтаған қырандай желбіреген көк туымыз көргенде, әуелеп ұшқан әнұранымызды естігенде бойыңда ерекше бір асқақ сезім билегені анық. Мұны көру мен сезіну үшін үлкен бақыт. Ал аз уақыт ішінде көркейіп гүлденіп тәуелсіздіктің тірегі, отанымыздың жүрегі болған Астананы көрудің өзі бір ғанибет. Ол еліміз үшін жаңа дәуірдің жаңа парағын ашқанмен пара-пар болып, егемен елімізді